Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху. Ардақты мұсылман қауымы, баракаллаху фикум. Біздің келесі істелетін нәрсеміз сұрағыңызға көп видеолардың қатарында бар деп ойлаймыз. Темір есіктер. Кәдімгі қарапайым, ішінде қаптамасыз темір есіктерді жасауды бастап жатырмыз. Аллахтың мейірімділігімен. Размері 1,87, ені 75. 1,87-ге 75 негізі размерлерін кесіп аламыз. Кескенде угломер арқылы кесеміз. Қосыра білесіздер ғой, угломер арқылы теп-тегіс қылып кесесіздер. Мына сияқты. Былай шетінен қараған кезде теп-тегіс болып тұруы керек. Себебі дәнекерлеген кезде біз өлшем қылып осы тегіс жатырғанын білу үшін өлшем қылып осыны аламыз. Мысалы үшін асты тиіп тұр, үсті де тиіп тұрса, біз соны тегіс екен ғой деп сенеміз. Соның шаруалары қазір приход қаламыз. Приход қалған кезде мына жерінен приходтаймыз, төрт шетінен де. Сосын екінші шетінен приходтамаймыз, себебі диагоналін жөндеген кезде екінші шетінен приходтасаңыздар, ол қимылдамай қалады. Сол үшін бәрін бір шетінен шекесінен приходтаймыз да, диагоналін қараймыз да. Диагональ дұрыс болатын болса, нарагашпен тимей тұрған тегізіп қысып, арқа жақтарынан приходтаймыз. Сол шаруа егер бәрі оңтайлы болып жатса, иншаллах айналдырып қойып тастаймыз. Соған дейін жұмыстарын жасайын, сосын түсіретін боламыз. Рамкасын дәнекерледік. Төрт бұрышынан приход қаламыз дедік, сосын диагональ қараймыз дедік. Диагональ деп отқанымыз мына бұрышынан, мына бұрышың екі бұрышының өлшемдері бірдей болу керек. Мысалы үшін метрді ана бұрыштан салып, мына қырын қараймыз ғой. Мына қырын қарағанда 2 метр 1 сантиметр болып тұратын болса, мына бұрыштан метрді салып, мына бұрыштан қарағанда 2 метр 1 сантиметрді көрсетіп тұру керек. 1-2 миллиметрде ойнатпай жағдай барынша. Дәнекерлі, әбден диагоналі дұрыс болған жағдайда дәнекерлейміз. Іш жағынан дәнекерлейміз, және де мына бұрыштан жоғары қарай көтереміз. Болды. Сол екі қырынан дәнекерлесе, ол жеткілікті болады. Барлық жерінен, мына жерден арқа жағынан құюдың қажеті жоқ. Және де есікті рамкаға құрастырған кезде мына қапталдарында бір қара жіберу керек те, тегіс жату керек те рамкасы. Арғы бұрышындағы угольниге түсіп бері көтеріліп жататын болса, есік қисық жиналады да. Сондықтан да осының тегістігіне де бір назар аударып жіберу керек. Не байқап отырсаңыздар, арғы шетінде бұрышы көтеріліп тұр, көрдіңіз бе? Сондай жағдайларын. Ол қатты әсері жоқ, бірақ енді әдемілік үшін жақсы бір себептерін алған болып есептеледі. Баракаллаху фикум. Енді қазір былай қарай аударамыз. Содан кейінгі жұмыстың нәтижесін айтамыз. Жаңағы арқа беті рамкамыздың, мына шетте сваркілеудің қажеті жоқ. Сосын іштерін шлиповать етіп жібереміз, жақсылап, болгаркамен тазалап. Енді істелетін шаруа ішінің рамкаларын кесеміз. Мына ішімен рамканың аяқ жағының ішінің өлшемін аламыз да, содан бір 5 мм кем кесеміз. Ол үшін біз 40-20 профиль тұрбаны пайдаланамыз. Бірден екеуін кесіп алуға болады, мына қырын мен мына қырын. Сосын оған топса құю процесін бастаймыз. Топсаны қоймас бұрын ода істелетін жұмыстар бар, яғни топсаға штанга ғой, токарный станокқа салынып, топса қылып жонылған. Оған мынандай 4 мм, 6-5 мм қауысқан сымдардан дәнекерлейміз. Яғни топса профильмен жаңағы угольникке өзінің бойы жатып тұрмау керек та, мындай болып бетіп, сымның үстінде тұру керек. Есік оңай ашылып, жабылып тұру үшін. Ода да білетін нәрсе жоқ, тек мына шеттеріне жеткізбей кесеміз. Шеті деп отқанымыз мына араларына, мына шетіне де жеткізбей кесе берсек деп от. Осындай қылып сым сваркілеп аламыз. Немесе кейбір жағдайларда сым орап атады адамдар. 2-3 мм-лік сымдар, алюмин сымдар. Мына шетіне орып. Негіз сол мына топса деген бетіп темірге жатып тұрмау керек, сәл көтеріліп тұру керек. Астында зазор болыпты.
Sonda oңай есіктің оңай ашылып жабылуына әсер болады иншалла. Ештеңеге сүйкенбей, қырылмай, зат етпей ашылып жабылып тұрады. Топсаларын қойдық. Топсалары қойылды, рамкасы жиналды. Рамкасына, ішкі рамкасына осындай екі жерінен темірден екерлеп жібердік. Лисіміз тегіс жатуы үшін. Яғни лис кей жағдайларда ішінен дәнекерлеген кезде қаттай бел беруі мүмкін. Сондықтан да осындай екі арасына профиль сваркілеп жібереміз. 20-ға 20. Ішкі рамкасы 20-ға 40 мм профильді трубалар. Сырты 40-тық угольник. Листін де кесіп дайындық қойдық. Өлшемдерін өлшеп. Кері айналдырамыз да осындай кескен кезде осындай алмастары қылып қояды. Солар тазалап жібереміз. Өлшемдері былай өлшенеді листтің. Астынан міне байқауатсыздар, сызық бар ғой. 1 см 2 мм, яғни 12 мм қалдырамыз. Үстінен де 12 мм қалдырамыз. 1,5-15 мм қалдырсаңыз да болады. Яғни лист жапқан кезде осы қырға дейін келіп тұруы керек. Көп қалдыра бермеген жақсы, себебі лист деген ертең ашып жапқан кезде осыған тиеді. Сол кезде лист жұқа болғандықтан майысуы мүмкін, ойнап. Ондай болмайды, сонда да енді жағдай барынша аз қалдыра берген жақсы. Мына жағында солай 12 мм қалдырдық. Мынаяқтан 5 мм қалдырдық. Сызықты байқап отырсаңыздар, 5 мм. Яғни мынаяққа көп мінбейді, тек былай ішінен көрінетін жарық, ішкі жағдайларды көрінбес үшін жауып тұрады тек. Осындай ілгіштен бірден дәнекерлеп жібердік. Қазір лист қойғаннан кейін дәнекерлейтін болсақ, листке порықтары, заттар шашыруы мүмкін. Сондықтан да бірден істеп жіберген жақсы болады. Енді листті дәнекерлейміз, Алла нәсіп етсе. Листін приходқа ұстаттық әзірше. Ол қалай жүзеге асады. Яғни топсаларының орнын кедергі жасайтын жерлерін кесіп, иіп, мына шеті 2 см кесіледі. Іш жағы 5 мм кесіледі. Сөйтіп отырады лист. Листке келетін болсақ, осы угольникке бір 3-4 мм мініп тұрған жақсы болады. Но қазір аз болып қалған. Негізі 3-4 мм мініп тұруы керек. Себебі іштен түскен жарық далаға көрінбеу керекті. Міне осындайды. Шеті деп салыстыратын болсақ, бір 2-3 мм бері қарай мініп тұрады. Мына қапталдары 1,5 см мінгізуге болады. Қалай приходтадық? Листті ілестіп орнына жатқаннан кейін андай рогашпен қысып аст жағынан приходтаймыз да, яғни қолымызды астынан апарып приходтап аламыз. 4 шетінен приходтаймыз, сосын есік шешіп аламыз да, теріс айналдырып жүріп, төбесінен дәнекерлейміз. Және мына топсадан кейінгі осындай аралыққа лист пен ішіндегі профильдің арасына кардон бір ауысқаннандай. Сондай салып жібереміз, зазор болу керек екен. Ашып жапқанда өшеу жерлер рамкаға тиеді, соны болдырмас үшін сондай кардон мынандай. Құрттай зазор бар, байқадыңыздар ма? Яғни оның ішінде кардон тұр деген сөз. Сөйтіп шешіп аламыз да, өзінің рамкасының үстіне кері айналдырып, рогашпен қысып жүріп, үстінен дәнекерлей береміз. Листі приход қалғаннан кейін кері айналдырып аламыз осылай. Сосын өзінің рамкасы бар ғой, негізгі есіктің угольник рамкасы. Соның үстіне бітіп жатқызамыз да, профильді соның үстіне алып келеміз да, екеуін бірге қысып ұстаймыз да рогашпен. Угольникті де қысады, үстіне профильді қысады. Өстіп қысып, сол қолмен рогашты ұстап алсақ, оң қолмен іш жағынан дәнекерлей береміз.
айтып отқан кардон дегеніміз не тапсадан кейін көрінді бір 12-15 сантиметр кардон лист пен профильдің арасына қыстырылады. Сосын мына орталығы перегородкілер дәнекерлеген кезде ол тимей тұруы мүмкін лист. Астына профиль салып жібереміз мынандай дәл осының тұсына да. Үстінен бүйтіп басып дәнекерлей береміз. Осындай есіктерді өздеріңіздің қолдарыңызбен құрастырсаңыздар болады. Жалпы оны қысқаша толық, жартылай толық түсірілген нұсқасы бар. Жаңағыдай майда жұмыстарында айтып түсірілген. Оны описаниядан иншаллах сілтемесін таба аласыздар. Достар, сосын осындай контенттер біздің арнамызда көптеп түсіріледі. Алдағы уақытта Алла нәсіп етсе достарыңызбен бөліп, WhatsApp желілерінде, әртүрлі әлеуметтік желілерде бөліссеңіздер иншаллах. Қазақша контенттерге YouTube арналары аздық етеді, сондықтан да бөлісіп жіберіңіздер, қолдау көрсетіп. Баракаллаху фикум.